Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Тілектеріңізге, баталарыңызға, пікірлеріңізге мың алғыс. Өздеріңізге еселеп қайтсын. Ал біз әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы тыңдалым болсын. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Жоғалған, бірақ сөнбеген сезім. 3-ші бөлім. Сол кезде барып Айгүміс күліп жіберіп, алақанымен бетімді сипалап көздеріме қарады. Ұзақ сүйісу, ұзақ, үнсіз құшақтасу болғандай болды. Бірақ мен тоймай тұрмын. Есік қағылғанда ес жидық. Сәл кең тыныс алып, мен орындыққа отырдым. Айгүміс, шәугіміңе су толды, деп күле бір қыз айтты да кетті. Айгүміс жүгіріп сырттан шәугімін әкелді. Дастархан жайылып, дос қыздарын шақырып келді. Мен төрде тұрмын. Қыздар сынай қарап жайғасты. Ауылдан келген дәмде салынып, бәрі ауыз тиіп мәз. Айгүмісті ертіп Алматының керемет жерлерін аралап, құшағымыз ажырамай бірнеше сағат жүрдік. Мен оқуға тапсырғанымды, енді қыста 20 күнге келетінімді айттым. Айгүміс қуанып кетті. Мен осылай Айгүмісіммен 4 жыл бірге оқыдым десем болады. Мен сырттай жоғары оқу бітірдім. Үйім салынып толық бітіп, енді тек үйлену қалды. Біз ауылда да қыз жігіт болып емін-еркін жүрдік. Отырыс жиынға бірге барып қол ұстасып жүреміз. Айгүміс медициналық универде оқыған соң 5 жыл оқу керек еді. Сол жылдары 5 жыл оқып, жыл тәжірибе алатын. Ауылда мансабым көтеріліп, бұрынғыдай тау-тас аралап, көрінген малшыны іздеп жүрмейтін болдым. Мен енді мекемеде отырып, ауданмен араласып, керек жарақпен қамтамасыз етіп, қол астымда бірнеше мал дәрігерлері бар бастық болдым. Менің үйімдегілер де үйленгенімді күтіп, әжем құлақ миымды жеп отыр. Сол жылдары мен Мәлік әкейдің бір отбасы мүшесінде өзімді сезінетін болдым. Мәлік әкей бізді талай рет көрсе де көрмеген болып, теріс қарап кететін болды. Достарымнан Қайсар үйленіп бір ұлды болды. Дастан үйленбесе де көніккендей, ол да сырттай оқып жоғары білім алып жүр. Ізбасар мен Көркемай нағыз қыз жігіт. Көркемай аудандағы бастауыш мұғалімдік маманын игеріп мектепке орналасқан. Олар бізге қарайлап, үйленгілері келетінін бірнеше рет ескертті. Тағы шөп түсіріп болған уақытта Мәлік әкей дастархан басына шақырды. Бұл уақытта Айгүміс Алматыда, Көркемай мен кенже сіңлісі Кенже қызмет жасап жүр. Кіші қызда бой жетіп құлпырып тұр. Аш жеп бәріміз кетуге ыңғайланғанда Мәлік әкей мені жеке шақырды. Маған ойлы көзімен үнсіз қарап отырып, сосын: балам, Айгүміс Құдайым бұйырса биыл соңғы бөлімін оқып жатыр. Сендерде қандай мақсат бар? Деді. Әке, мен күтем, үйім дайын, мен дайын, отбасым да дайын, тек осы жылды тосып, айым дипломын алсын, арманына қол жеткізіп, ақ халатын киіп, дәрігер болып орналассын, сосын алдыңызға келем, дедім. Әкей сөзімді бөлмей тыңдады да ойланып үндемей отырып қалды. Әке, ойланып кеттіңіз ғой, не жағдай? Дедім. Балам, сен Ізбасармен сөйлесші. Олар бірдеңе білдірген сияқты, ана Көркемайдың жүрісі маған ұнамай жүр. Олар кеше аналар арқылы маған сыбыс айтыпты. Енді сендер не дейсіңдер? Деп терең күрсініп, қабағы түйіліп жерге қарап тоқтап қалды. Әке, Ізбасар жақсы жігіт, білесіз ғой, деп айтып едім, әкей жаман көзбен осып жібергендей болды. Мен бұл көзқарастан жақсы нәрсе болмағанын түсініп, кешіріңіз, дедім. Әкей көкірегі қағайырлардай күрсініп орнынан тұрып кетті. Ізбасардың жұмыс басына бардым. Ол мені алыстан көріп, неге келгенін түсініп, тракторын тоқтатып, тез түсіп қасыма келді. Әкей не деді? Деп бағана сөйлесіп қалғанымды көрген соң сұрады. Сендер не бүлдірдіңдер? Дедім. Ол басын қасып қызарып кетті. Айтсаңшы. Әкей қатты ашулы ма? Деп қарсы сұрақ қойды. Сен ересек адамсың, не істеп жүрсің? Неге жақсы көрген қызыңның әкесін, отбасын жерге қараттың? Дедім. Ол қабағы түйіліп, бетін уқалап, түсінші. Махаббатқа мас болып, қалай
болып қалғанын өзім де білмей қалдым, деді күмілжіп. Мен айтарға сөз таппадым, үнсіз отырмыз. Мен ойланып отырып, бұл екі ғашық біз үшін қиналып жүр ғой, неге бізге рұқсат бермеске? Енді ұзаққа созбай жауап берейік, дедім іштей. Ізбасар, мен Айгүміспен сөйлесіп, сосын әкейге айтам, ал сен үйленуге дайынсың ба? Дедім. Бауырым, дайынмын, қазір баруға дайынмын. Жарайсың, бір апта күт, дұрыстап дайындал, сосын бірден әкейдің алдынан өт, деп тұрып едім. Ізбасар бас салып құшақтап алды да, досым, бауырым, рахмет, рахмет, сен кешір. Иә, жол сендердікі, кешір. Бақытты болыңдар, деп кеттім. Ертеңіне таңертең Алматыға жол жүрдім. Айгүміс сіңлісінен хат алып, есі шығып отыр екен. Сен қорықпа, біз рұқсатымызды берейік. Атанаң анандай жағдай болған соң көнер, дедім. Бірақ Айгүміс жылап отырды. Ол сіңлісінің жүкті болып қалғаны масқара деп есептеп жер болып отыр. Ерғали, айтшы, олар неге үлкендерді ойламаған? Олар неге ата-анамның бетіне салық болатын әрекетке барған? Дейді өксік тығылып. Сен дұрыс айтасың, енді не шара, болар болды, тек олар қосылсын, біз рұқсат берейік. Олар бақытты болады, дедім құшақтап. Айгүміс басын изеді. Әлде, айым, мен алдымен саған сырға салайын ба, сосын Ізбасар құда түссін, деп бетіне қарады. Жоқ, жаным, олар қосылсын, олар бұрыннан сұрап жүр ғой, ештеңе етпес, біз келесі жылы осы уақытта қосыламыз, деді. Мен сені сүйем, деп жолға шықтым. Ауылға келген соң бәрі уәделескендей болды. Ізбасар құда түсіп келді, араға апта салып Көркемай ұзатылды, тойға Айгүміс те келді. Олар бақытты, біз де бақытты едік. Бұл мәселе де шешілді. Жыл өтпей, Ізбасар мен Көркемай қызды болды. Айгүміс те оқуын аяқтап, жолдамамен ауданға дәрігер болып орналасты. Біз тойға дайындық жасап, әбігерге түсіп жүрміз. Мәлік әкей мен алғаш көргеннен жат санамаған, тіпті отбасылық мәселеге де араластырған. Енді күйеу бала болуымды асыға күтіп жүр. Қыркүйектің 10 еді, біз әжем, әкем, анам, туыстарым болып құда түсуге келдік. Керемет құдалық болып, құдаласып келісімге келіп тарқастық. Кешке жастар тойлатып өзімізбен өзіміз бақта отырғанбыз. Отбасым үйге риза болып қайтқан еді. Біз бақта 10 шақты жастар отырмыз, кеш батып қас қарайған. Кіші інім ойбайды аттан тыс алып еңіреп келгенде шошып кетті. Көке, әкем дей берді. Бір жамандық болғанын ұғып, мен Айгүміске де қарамай үйге жүгірдім. Аула толы адам, аңырап жылап жатқан әжем мен анамның даусы. Жүгіре жетсем, қора алдында әкем жатыр. Бастан түк жоқ. Мылжа шыққан. Шошып кеткеннен мен әкеме жақындай алмай тұрып қалдым. Әжем ойбайлап өкіріп, жылап әкемді жұлқылауда, анам талып, қарындасым талып жатыр. Әкеме еңкейіп тамырын бассам, соқпайды. Ерғали, аққасқа жалғызымның ажалы болды, аққасқа өлтірді, деп әжем бақырды. Әжем бетін тырнап, шашын жұлып, жынданып кеткендей болды. Менің артымнан жүгіріп келген Айгүміс тез әкемді тексеріп өлгенін анықтап басын шайқады. Талып жатқан анам мен қарындасыма дереу ес жиғызып, саймандарына бала жүгіртіп алғызып, екпе салыпты. Мен оны көрмей де, білмей де тұрмын. Ерғали, есіңді жи. Ерғали, сен есіңді жиып, өзіңді қолың алмасаң, мыналар не болады? Деді Айгүміс жұлқылап. Әкем деп едім, аузыма бір дәріні тығып жіберді де, тыныштал Ерғали, сен ер азаматсың ғой, есіңді жишы жаным, деді. Жұрт көп жиналып, өзі қараңғы түсіп кеткен жерді одан әрі қап-қара еткендей болды. Келген адамдар да шошып, шыңғырып жылап жатыр. Естіп тұрсам да, ес жия алмай мен тұрмын. Жедел жәрдеммен милиция шақырдыңдар ма деген дауысқа қарасам, Мәлік әке екен, бас салып құшақтап жылап жіберді. Балам, сабыр, Құдай-ау, не деген қорқынышты өлім еді. Балам, сен сабырға келші.
Көкесі, сен есіңді жиыш, мына жерді реттеу керек, ана әжеңді үйге кіргізу керек, іні қарындасың жас қой, обал болды, әбден шошып бітті. Ерғали балам, тыңдашы, есіңді жиыш, деді құшақтап тұрып құлағыма. Мен терең тыныс алып басымды изеп жан-жағыма қарасам, расымен есі ауысқан әжем, талықсып отырған анам мен қарындасым, екінімнің үрейі ұшып дірілдеп тұр. Біреулер шам тартып жарық іліп жатыр. Қора жақтың шамы жағылды. Құдағиды үйге апарайық, жарықты түсірмей тоқтай тұрыңдар, деді Мәлік. Әкей. Біраз адамдар анам мен қарындасымды тұрғызып үйге алып кетті. Олар былқ-сылқ етіп не болғанын түсінбей бара жатқан сияқты. Сол аралықта милиция мен дәрігерлер де келді. Әжем әкемнің қасында әлі бақырып өзін жұлып беті қан болып отыр екен. Жарық қосылып әжемді ер адамдар тұрғызбақ болып еді, ол кісі бой бермеді. Әкемнің үстіне жатып алып бақыра берді. Дәрігерлер жақындап тағы әкемді тексеріп өлгенін растады. Милиционер толық қарап не қалай болғанын сұрастыра бастады. Әжені тұрғызуын өтінді. Әжем бәрін жұлып жолатпады. Дәрігер бой бермей иығына екпе салды. Болған жағдайды айтатын біреу бар ма? Не болды? Кім көрді? Деп милиционер қасыма келді. Ерғали, не болғанын кім көріпті? Деп Мәлік әкей сабырлы дауыспен айтты. Сол кезде екінім қасыма келді. Екеуі де дір-дір етеді. Жылап тұрып болған жағдайды баяндай бастады. Мен сол кезде не болғанын түсіндім. Қорада бордақыда тұрған Аққасқа деген бие бар еді. Тойға соямыз деп жемдеп семіртіп қойғанбыз. Әкем мас келіп сол малға тиіскен екен. Арт жағынан өте бергенде мастықпен құлап, одан үркіген мал тепкілей беріпті. Асқар інім басында не болғанын түсінбей қораға барыпты. Бие кісінеп тепкіленіп жатқан соң қараса, жатқан әкемді көріпті. Алдымен әкемді тірі тұрғалы жатыр деп ойлапты. Өйткені тепкі тиіп жатқан әкем қозғалғандай болып көрінген. Сосын барып аяғынан тартпақ болған. Шамасы келмеген соң үйге жүгірген. Әкем Аққасқаның артында құлап жатыр деп бақырған. Үйдегі бар адам жүгіріп келгенде бие әкемді әбден таптап теуіп бітіріпті. Бәрі жабылып шығарғанда бастан түк жоқ. Міне әкемнің ажалы осылай келіпті. Інім жылап айтып берді де талып қалды. Дәрігерлер дереу көмек беріп үйге екеуін де алып кетті. Ерғали әжені үйге апару керек, өлікті солай қалдырмаймыз, фотоға тартуымыз, тексеруіміз керек, деп участковый жігіт айтты. Иә, қазір тұрғызам, деп әжеме келдім. Әжем адам танымайтын күйге еніп кеткен. Аппақ шашы жұлынып, басында орамалы жоқ, жалба-жұлба, беті тырнағаннан қан басып тұр. Әкеме жабысқанда қатып қалғандай. Екі жақтан әрең көтеріп тұрғыздық. Қолтықтап көтере үй жаққа келдік. Дәрігерлер тағы екпе салды. Үйге кіргізіп жатқыздық. Мен қайта шықсам, қора маңына жарық қосылып, тексеріліп болып, әкемді қапқа жатқызып алып кетпекші екен. Айналайындар-ау, осы жерден бәрін анық көріп тұрсыңдар, бұл мәйітті мәйітханаға несіне апарасыңдар? Болды ғой енді. Өмірге тиісті еш белгі жоқ, өлді, бастан түк жоқ. Анықтаманы дәрігер берсін, көзімен көрді. Біз оң жаққа жатқызып, ертең жаназасын шығарып жерлейік, рұқсат беріңдер, деді Мәлік әкей. Ой аға, заң бар, тәртіп бар дегендей, деп милиционер мыңқылдап еді. Отбасының жағдайын көріп тұрсыңдар, қайсыңның жүрегің шыдар? Кім көтере алады мына сұмдықты? Сендер алып кетесіңдер, мәйітханада тәулік ұстайсыңдар, сосын арғы күні, болмаса одан арғы күні бересіңдер. Сонда мына бейшаралар шырылдап тосып отыру керек пе? Не деген тексеру, не деген заң бұл? Деп Мәлік әкей дауыс көтеріп айтты. Әкемді ешқайда апармайсыздар, өлетін адам өлді, отбасы тарапынан сіздерге анық қанығын анықта деп жатқан ешкім жоқ. Не керек, мен жазып берем, қолда қоям, әкемді жайына қалдырыңдар, дедім. Көп сөйлеп, көп нәрсені түсіндірген болып, милиционер біраз мыңқылдап тұрды да, ақыры әкемді қалдырды. Мен осы қиын кезеңде Мәлік әкейдің қандай ақылды әрі қамқоршы жан екенін көзіммен көрдім. Ағайын туыс жоламай жүрексінген әкемді жалғыз өзі жуындырып, басын таңып, қан тоқтатар бірдеңелерді жағып, оң жаққа жатқызды. Ертеңіне сағат 2-де әкемді жерледік. Мен әкемді сондық қатты жақсы көрмесем де, мынандай өлім тілемеп едім. Әкемнің сұмдық өлімі бәрімізді есеңгіртті. Соңғы жылдары әкем ащы суға құмар еді. Сол баяғы қалпы еш өзгермеген.
Негізі өзгерген, онысы мас болып көрінген жерде жататын еді. Намыстанып қанша аза болып ұрсып та қалатынмын. Әжем жақтап, мен қолымды сілтеп жүргем. Сол аққасқаны той малы деп әкелгеннен әкем қызыққан. Тойға басқа мал ал, мына биені союға обал деп жиі айта берген. Әкем обал болатындай буаз емес, басқасын алғанға қаражат жоқ қой деп түсіндірсем де мән бермеген. Сөйтсем әкем жылқыға бауыр басып, сипалап қасынан кетпей жүрген екен. Ақыры өзінің құдайы асына сойылып келген адамдарға таратылды. Әкемді жерлеп қырқынан дейінгі жұмалық шай беріп қара жамылдық. Әкемнің қырқы өткенше ауыз ашып сөйлемеді. Қырқы атқарылып, әкемнің басына тас қойылып, Құран оқытылды. Біз жақта 53 күндік деген тағы бір кіші мал сойылып, Құран оқытылып, ет жақын дегендер шақырылатын. Әкемде бірге туған, тіпті бір атадан ешкім жоқ еді. Алыс ағайын туыстары бар болатын. Соларға хабар беріліп, ертең болатын Құранға дайындық жүріп жатқанда әжем мені шақырды. Ерғали, ертеңгі Құранға Мәлікті шақыр, деді. Мен қуанып қалдым. Айгүміс екеуміздің мәселемізді шешер деген ой болып, тез Мәлік әкейдің үйіне бардым. Жақсы балам, жақсы, өзімде барып бір жолғайын деп жүредім, деді әкей. Ертеңіне түске жақын адамдар жиналып Құран оқытылды. Дастархан басына келген қонақтар кетпей отырған болатын. Әжем ырғалып орнынан тұрды да: менің өз тұяғым, жалғызым бар еді, ол сондай сұмдық өліммен өлді. Міне бар жақыным деп сендерді шақырып отырмын, бірақ қандай туыс екендеріңді мен мына азалы күнде байқадым. Бәрің айтарым, енді іргелеріңді аулақ ұстаңдар. Өңшең ит. Ал сен, Мәлік, екінші аяғыңды баспа. Қазақта айтат, келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деп. Міне сенің қызыңның аяғы менің жалғызымды жұтты. Мен сенімен құда болуға бас тартам. Анау қызың мына босаған аттамасын, деп отыра қалды. Естіп тұрып, мен бұл сөзге сенбедім. Мәлік әкей тез тұрып, әйелі де тез қозғалып есікке беттеді. Мен тез әкейді тоқтатып: әже, сөзіңді қайтарып ал. Тез сөзіңді ал, дедім. Басқа жұртта орындарынан тұрып, бастарын шайқап есікке беттеді. Шешем аузын басып жылап тұр. Әже, Айгүмістің не кінәсі бар? Әже, сөзіңді қайтарып ал да кешірім сұра, дедім айқайлап. Сөзімді алмайым. Ол келіннің аяғы ажал әкелді. Сол Айгүміске сырға салып құдаласқанда жалғызым ажал құшты. Жоғалсын, көрмегенім Мәліктің қызы болсын, деп әжем бақырып айтқанда, Мәлік әкей иығымнан итерді де шығып кетті. Басқа туыстар да тез шығып кетіп қалды. Сен туыстардан да, құдадан да баз кешіп, бізді өзіңмен бірге жат етіп алжып қалғансың ба? Олардың не кінәсі бар? Мені сүйгенімнен ажырататын сен кімсің, дедім ашумен. Әжеме жақындап едім, анам ортаға кіріп: балам, ұлым, менен туғаның рас болса, әжеңе дауыс көтерме. Балам, бір ашуыңды бер, деп шырылдап тұр. Бұлай тұр, бұл бала маған не істемек, деп әжем анамды иығынан итеріп жіберді. Анам нәзік арық кісі қаңбақтай ұшып кетті. Мен әжеме төніп тоқтап қалып едім, әжем шайды бетіме шашып жіберді. Жоғал, деді. Мен әже кетем. Мен кетіп қана қоймай, Айгүміске үйленем. Сенің маскүнем балаңа ол қыздың аяғының еш кінәсі жоқ, деп едім, шапалақпен салып кеп қалды. Мен тірі тұрғанда алғызбайым, деді. Анам бейшара қолымнан тартып сыртқа шығарды. Ана, әжем жынды болып қалған ба? Анау әжем не деп отыр, дедім күйіне. Анам жылап жүр. Ана, енді не болды? Не болады? Ана, мен Айгүміссіз қалай өмір сүрем, дедім айғайлап. Балам, сәл шыдашы, ес ауысып қалды-ау деймін. Сен Мәлік ағамен сөйлес, ол кісінің түсінігі бар, ол кісі түсінеді, деп анам мені қақпадан шығарып жіберді. Мен жүгіре басып Айгүмістің үйіне жеттім. Қақпа алдына келгенде алдымнан жүгіріп кіші сіңлісі кенже шықты да:
Ерғали аға, әкем сізге ертең келсін деді, бүгін сөйлесуге мұршасы жоқ дейді, деп айтты. Мен басымды изедім де үйіме қайттым. Үйге кірмей Айгүміспен алғаш сүйіскен баққа бардым. Не болып кетті бұл? Не өзі бұл? Түс көріп отырмын ба? Енді не болады? Келіннің аяғы несі тағы? Ол қайдан шыққан сөз? Айгүміс естісе не болады? Мәлік әкей түсіне алам екен. Мен Айгүміссіз өмір сүре алмаймын ғой, мен оған жол бермеймін, мен Айгүмісті қайткенде де алам деп бақ ішінде біраз жүрдім. Үйге келдім де өзім салған үйге жаттым. Осы үйде мен Айгүміспен тұруым керек деп дөңбекшіп жатып таң атырдым. Ертеңіне Мәлік әкейдікіне бардым. Әкей қатыңқы қабақпен қарсы алды. Айгүміс жылаған сияқты көздері ісіп қызарып кеткен. Апа орамалмен аузын жауып тамға сүйеніп отыр. Балам, мен не айтам? Мен 4 ұлымды жер қойнауына салып олардың өлімін біреуден көрген емеспін. Әжей алжыды, болмаса жынды болып қалды деп кешіре салайын десем, ол олай емес. Әжей жынды да емес, алжыған да жоқ, деді де маған суық жанарымен тесіле қарап. Әне қызым, сендер Құдай алдында уәделесіп кешегі күні алдыма келіп өттіңдер, құлағына сырға салып сөз байластың. Мен келісімімді беріп, қызды беріп те қойғам. Алланың әміріне бас ием, жасағанына көнем. Мен еркекпін, бір қатын аузына келгенін айтты екен деп сөзімнен таймайым. Келген ажалды біреуден көру, ол да күнә, деп тоқтады. Мен жылап жібердім. Балам, Айгүміс сенікі, ал оны бақытты ету енді сенің қолыңда. Сендер тағы бірер ай тосыңдар, мына жағдай сәл де болса басылсын, сосын мен қызымды ұзатып, жасауыммен апарып қондырам, деп сәл күлімдегендей болды. Әке, мен тосам, күтем, мен Айгүміссіз өмір сүре алмайым, дедім. Әкей басын изеп отырды, мен Айгүміспен анасына бір қарадым да шығып кеттім. Айгүміс аудан емханасында жұмыс жасайтын. Ол жексенбі күні кешке кетіп, жұма күні кешке бірақ келеді. Ауданда апайының үйінде жататын. Сол күні біз сөйлесе алмадық. Айгүміс үйден шықпады. Жексенбі күні мен шығарып салуға келіп, сүйіктім, біз бұл сынақты жеңіп шығамыз. Сен уайымдама, сенің еш кінәң жоқ деп тұрсам, Айгүміс, сен мендей кейуанадан қарқы салғың келмесе, ұлдан аулақ жүр. Мен саған өз босағамды аттатпайым деп, әжем тұр. Мен әжеме жалт қарап, ұрып жібере жаздап әрең тоқтады. Айгүміс тез автобусқа кіріп кетті. Әже, деп мен қалдым. Автобус кетті. Әжем қақшиып үйге кетіп барады. Айгүмістің жылап кеткені жүрегімді ауыртты. Көшеде әжеммен ұрысқанымнан еш пайда жоқ, бекерге масқара боларым анық. Үйге келіп бірден айқайға салдым. Әже, сен адамсың ба, кімсің? Неге Айгүміспен өштестің? Олар балаңа у беріп пе еді, десем, Мәлік баламды араққа тойғызды, деп бедірейіп отыр. Әже, балаң Мәлік әкесізде күнде мас жүрді ғой, деп күйінем. Оңбаған, кеткен әкең туралы не ұттап отырсың сен? Ол сендерді қалай асырайым, қалай жеткізем деп күйініп ішіп жүр, деп қарап отыр. Ой, сорлы әке, неге басқа күні бір бұрышта қатып қалмадың? Неге мен құда түскен күні өлдің? Енді сен әулие болып қалдың ғой, деп бақырдым. Кет, көзіме көрінбе, деді әжем. Әжемен кеттім. Мен мына үйден кеттім. Мен Мәлік әкеге ұл болам, дедім де үйден шығып кетіп қалдым. Мәлік әкеге бармайым ғой, Ізбасарға бардым. Көркемай жылап отырып әжемнің көріп қалса қарғап сілейтінін айтты. Ол кісі Айгүмістің анасына жан таптырмай көрген жерінде кінәлайтынын айтты. Сен ренжіме, бірақ ол кісі сендерге жан таптырмас, сендерді бірге тұрғызбайды, деді Көркемай жылап.
Ереке, сен беделді адамсың, ауданға ауысуға сұраныс берсекші, Айкүмісте ауданда үй жалдап болса да тұрасыңдар, деді ізбасар. Таңертең ауданға тарттым. Алдымен мекемеге барып, осы ауданға ауыстыруын өтіндім. Арыз жазып тастап, сосын емханаға бардым. Түскі үзілісті күтіп Айкүміспен кездестім. Ол салқын қарсы алды. Бұрынғыдай көзіме мейірлене қарамады. Құшақтап едім, құшағымнан тез шығып кетті. Айым, сен неге суықсың? Біз осы сынаққа сынамыз ба? Деп қолдарынан ұстадым. Айкүміс қан сөлден жұрдай болып отырып еш жауап бермеді. Мен ауданға ауыстыруларына өтініш қалдырдым. Осы жақтан жұмыс тапсам, үй қарастырам. Сосын екеуміз бірге боламыз, дедім. Отбасыңшы? Отбасым олар өздерінше өмір сүреді. Менің отбасымшы? Сенің отбасың бізбен бірге болады. Ерғали, мен бұл сынақты көтере алмайтын сияқты, деп көзіме қарады. Жаным, сен мықтысың, сен көтере аласың, бірге көтереміз, дедім құшақтап. Айкүміс үндемей қалды. Ауылға оралдым. Жұмыс мәселесін бір ай көлемінде қарастырып, сосын шешетінін айтты. Айкүміс ауылға келмейтін болды. Мен өзім қолым қалт етсе барып жүрдім. Ерғали, сен мені алып кетші, алысқа кетейікші, біз жаспыз, білімді маман иесіміз, қайда барсақ та күн көре аламыз, деп Айкүміс айтқанда ойланып қалдым. Не болды, жаным? Аз шыдасақ мені ауыстырады, сосын бірге боламыз, дедім сенімді дауыспен. Сен неге осы жұмысыңа жабысып қалдың? Сосын ауданға әжең келмей ме? Келеді, келіп қарғап сілейді, деп қатты дауыспен айтты. Мен не істейін енді? Әжемді өлтіріп тастайын ба? Неге дауыс көтеріп отырсың? Деп мен де дауысымды көтердім. Айкүміс жылап қалды. Құшақтасам сілкініп құшақтатпады. Бұл қылығы ұнамады. Айым, тыңдашы, аз қалды. Қыстауға мал қонған соң мені ауыстырып, біз бірге боламыз. Сен әжемді уайымдама, қанша өмірі қалды дейсің? Ол 80-нен асқан алжыған кәрі кісі ғой. Әкең айтты ғой, қатын сөз деп. Ол кісінікі әншейін қатын сөзі, дедім. Айкүміс жауап берместен орнынан тұрып, мен үйге барайын, жездемнен ұят, көп отырдым, деп тез кетуге қақпаны ашты. Айым, жарығым, аз қалды, деп бетінен сүйдім. Айкүміс басын изеп кетті. Ауданда бір досымның үйіне қонатынмын. Досым пәтер жалдап тұратын. Жас отбасы, аз ақшалы жұмыс, жалға алған пәтер, жетіспеушілік, үйдегі реніш көрініп тұратын. Мен содан қорықтым. Жоқшылықтың зардабын жастайымнан тартқан соң сол жоқшылыққа оралғым келмеді. Мен өкіметтен жұмыс, сонымен қатар баспана талап еткен едім. Соны алып бірақ үйленем деген мақсат құрдым. Болмаса ауылда дайын үйім тұр, сонда тұрсам да болады. Әжем сабасына түседі, бәрі басылады деген үміт те бар. Айкүміс қалада болған соң мен Мәлік әкейдікіне бармай жүрдім. Бос уақыт болса қалаға Айкүміске барғанды жөн көрдім. Мен қаладан келген сайын анам маған жиі: ай балам, әжемнің мінезін білесің, осы кісі сендерді тұрғызбайды ау. Балам, сен сол Айкүмістен басқа қызға көз салсаң қайтеді. Айкүміс бізге әкеміздің өлімін есімізге салып тұрады. Балам, сен әжеңнен қарғыс емес, батал, бұл кісінің киесі бар, дегенді айта берді. Солай тағы 3 ай өтіп, желтоқсанның суық күні келіп, ауданмен қатынасу қиынға соқты. Ауданнан мені ауыстыру туралы бұйрық келмей қойды. Мен қалаға аптасына 1 рет бара алмай қиналдым. Осы күндері әжем мен анам маған қыз қарастырып, мені Айкүмістен алыстату шараларын жасап жүр. Амалын тауып, анам аудандық әкімшілікке барып, жағдайын айтып, мені ауыстырмауларын сұраған екен. Әкемнің қорқынышты қазасын айтып егілген екен. Маған бұл жағдайды айтпауларын өтініп кетіпті. Содан аудандағылар менің өтінішімді кейінге қалдырыпты. Көктем шығып, малдар төлдеп, қырықтық бар, көшіру шаруалар басталып, мен қолым тимей Айкүміске бара алмадым. Сонда біз сонау қарашаның ортасынан наурыздың аяғына дейін жүздеспедік. Осы аралықта Мәлік әкей 1 рет жұмысыма келіп кеткен. Балам, саған не болды? Мен әрине асықтырмайын, бірақ 6 айдың жүзі болды, сендер не шештіңдер, деген. Мен талайдан бері ойлап жүрген ойымды айттым. Әкемен көп ойланып жүрмін. Әкемнің асын беріп алған соң, бірақ бас қоссақ. Ойласам, алда берер ас бар, оны мен көтермесем кім көтереді? Отбасым шеттерінен шеттей бала,
Әжем кәрі, анам ауру. Ас өтсін, әкемнің топырағы басылсын, сосын алдыңызға тағы барам, дедім. Мәлік әке ойланып отырып, жөн. Асқа мен де өз көмегімді берем, ол сөз емес. Қай жағынан көмек бер дейсің, сол жағынан көмектесем. Бір өзіңе ауыр болады. Қаласаң сойыс малыңды берейін, тек әжең білмесін, деді. Әке, рахмет, уақыт жақындағанда ақылдасамыз, деді. Әке көтеріліп есікке беттеді де: балам, астыңда көлігің бар, аудан сонша қашық емес, ара тұра барып қызымның көзіне көрініп тұр, көңілдерің суып кетпесін, деді ақырын, сабырлы дауыспен. Барам әке, барам, мына науқан бітсін, жоспар деп қант ішіп жатыр, деп дәлізбен келе жатырмыз. Ой, балам, бұл өкімет өз жоспарымен бір орында тұрмайды. Биыл орындасаң, келер жылы одан жоғарысын беріп отырады, деп сөзін аяқтамай бетіме қарады. Түсіндім әке. Үй сыртында кісі бар, дедім. Әкімшіліктен біреу естіп жоғарыға жетпесін деген үреймен. Ол заманда әр сөз жоғарыға жетіп, сол үшін жаза да дайын еді. Әкей түсініп, басы изеп, жөнімен кетті. 3-ші бөлімнің соңы, жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева, оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.